dostun kayda? Senin dostun kayda? Senin dostun. Senin dostun kayda? Senin dostun kayda? Senin dostun kayda? Taşı uzun, kulağına sırlasın, üstünde her şey yıkasın, bari de onu yıkasın. Tattım, dostum geçsin, amandası olayım. Amandası olayım kaleki bärimiz. Bir-birimizgen amandası olayışı. Oy жақсы. Балалар, жылдың қазір қай мезгілі? Көктем мезгілінде неше ай бар? Қандай? Наурыз. Мамыр. Ал қазір қай ай? Сәуір айы. Дұрыс айтасың. Ол сәуір нешінші ай? Екінші ай. Балалар, біз бүгін ертегі әлеміне саяхатқа барамыз. Барамыз ба? Балалар, алаң қайда? Бір үйшік тұр. Үйшікке бір саны келеді. Үйшікке бір саны келеді. Ayağına basayım. Üstte kırmızı. Ешкінің демейді. Тоқтар. Üstte kırmızı. Ешкінің демейді. Балалар, есікте хабарлама тұр екен. Хабарламаны оқиық. Хабарламада егер тапсырманы орындасаң, үйшікке кіресің деп жазған екен. Ендеше тапсырманы орындаймыз ба? Ендеше болады, Аяна. Тақтаға келе олжай. Мына жерде сандар орналасқан. Сандар рет-ретімен орналасқан ба? Ендеше рет-ретімен орналасқан. Балалар, қараңдаршы. Сандар ретімен орналасқан ба? Неге санау керек? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Енді кері санаймыз. 1. Үйшікке 2 саны келеді. Келе ал. Doktor bunaydı kımbar. Niye bir sene vermedin? Менік Beni kırgızsın. Tapsırmana bunda sen kırıyorsun. Ал, тапсырманы орындаймыз ба? Аружан, кел жақындайық мына жерге. Мына жерде пішіндер бар екен. Қандай пішін? Dırız, ıspırız, sümbür, tıp-tıpırız, süper. Сопақша. Пішіндерді орналастырғанда жақсы білеміз. Енді біз дидактикалық ойын ойнайық. Мына жерде моншақ бар. Моншақтарды тізбектейміз пішіндер арқылы. Ой, жарайсың. Моншақты тізбектедік. Алаңқайдағы үйшікке 3 саны келеді.
болады. Тапсырма орындаймыз. Бізде логикалық есеп. Қараймыз. Бізде орманның ішінде 5 тышқан кетіп бара жатыр. 5 тышқанның біреуі шаршап қалып қойды. Неше тышқан алға озып кетті? 4 тышқан. Келесі тапсырма. Менде 3 алма бар еді. Біреуін бердім досыма. Болады. Орманда 5 тышқан кетіп бара жатыр. 5 тышқанның біреуі шаршап қалып қойды. Неше тышқан алға озып кетті? 4 тышқан. 4 тышқан. Дұрыс. Келесі. Менде 3 алма бар еді. Біреуін бердім досыма. Менде неше алма қалды? 2 алма қалды. Үстел үстінде 4 албырт бар. Біреуін бердім Мұратқа. Неше алма қалды? Неше албырт қалды? 3 албырт қалды. Дұрыс. Аспанда 3 қарлығаш ұшып барады. Оның қасына 2 қарлығаш келіп қосылды. Неше қарлығаш ұшып бара жатыр? 5 қарлығаш ұшып бара жатыр. Дұрыс. Алаңқайдағы үйшікке 4 саны келеді. Топ үйшікте кім бар? 3 саны мен бармын. Мені кіргізші. Онда сүйікті тапсырмасын орындасам кірем үйге. Оңға, солға қараймыз. Солға, оңға қараймыз. Артқа 1 қадам, алға 1 қадам. Жоғары, төмен қараймыз. Орнымызды табамыз. Медина, сенің сәтін өте жақсы орындады. Енді бізге берілген тағы бір тапсырманы орындаймыз. Келе ғой, мына жерге келе ғой. Зат пен санды сәйкестендіреміз. Ал орындайық. Күн нешеу? 1. Сәйкестендіреміз. 1, 2. Шұжық нешеу? Нешеу? Келесі. Астында тасыма орында. Өте жақсы орындады, Медина. Алаңқайдағы үйшікке 5 саны келеді. Үйшікте кім бар? 4 саны үйде бар. Не? Мені кіргізші. Онда сен неге орындасың кіргіземін. Ендеше, Расул, тапсырманы орындау керек екен. Мына жерде заттар орналастырамыз. Оңға үйді, солға ағашты, жоғарыға бұлтты, ортасына ара мен көбелекті және төменге шөпті орналастырамыз. Бұлт қайда орналасады? Төменде ме? Жоғарыда ма? Жоғарыда орналасады. Ара қайда орналасады? Күн қайда орналасады? Бұл жерде күн тұр. Жоғарыда орналасады. Дұрыс. Тапсырма. Бүгін сендер тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Мен сендерге риза болдым. Мен сендерді бүгін бағалаймын. Олар Медина,
асу